Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты номер 11-ші Алишер Набаи атындағы жалпы орта білім беретін мектебі ұлы ақын, ағартушы, философ, саясаткер, сазгер, аудармашы, қазақ жазба әдебиетінің қалаушысы, қазақ ұлтының мақтанышы, Абай Құнанбайұлының қалдырған мұрасына арналған ілімін Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Қылып жүрген ісіміздің баянсыз, байлаусызын көрдік. Бәрі қойшылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімге қайранмын. Ел бағым жоқ, елге бағым жоқ. Бағымсыз ерке сұрайын деп жүрген кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, мен шүйсең. Желсіз түнде жарығы, сәулесіз суда дірілдеп. Ақын Абай Құнанбайұлына арнау. Ұлы ақын Абайға мен арнаймын өлеңді. Текке қарап тұрмағын қол қусырып сененді. Бас ақыны қазақтың Құнанбайы Абайға. Тең келер жан еліме жарқ етіп бір келерді. Мен өзіңді теңдессіз ұлы ақынға балаймын. Қара сөз бен өлеңнің патшасы деп санаймын. Басшы, ақын, аудармашы сендей жан, қайт өмірге келер деп үздіксіз көп қараймын. Өлсе өлер табиғат адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап көрмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыптығын кей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған. Бой алдырып аяғын көп шалдырған. Олды деуге сыяма айтындаршы. Олмей түгін артына сөз қалдырған. кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей, міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей. Дүниеге дос ақырытке бірдей болмас. Екеу тап бірдей боп арныға алмас. Дүниеге антық мәқшарға амалсыздың иманын түгел деуге аузын бормас. Ұлы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған ілімін Дана Артайқызы бастаған номер 33-ші Кенесары Қасымұлы атындағы жалпы орта білім беретін мектебіне Жолдаймыз!